Бүгінде жастардың жүрегін жаулап алған талай әндермен танымал Садраддин нағыз жұлдызға айналды деуге болады. Жастар оның әндерін іздеп жүріп тыңдайды. Ол туралы жаңалықтарды жібермей қарайтыны да рас. Жүрекке жылы тиетін лирикалық әндермен танымал Садраддиннің жуырда ғана Алматыда өткен концертіне 10 мыңға жуық адам қатысқан болатын. Күні кеше танымал актриса, продюсер Назгүл Қарабалина қазақ эстрадасындағы жас әншілерге сын тақты. Актрисаның айтуынша, қазіргі жас әншілердің дені жауапсыз, жауапкершіліктен жұрдай деуге болады. Бұл туралы актриса Еркін сұхбат бағдарламасында айтты. Азамат Сатыбалдының жұбайы актриса Назгүл Қарабалина бірнеше танымал топтардың продюсері болған. Соңғы летте үлкен концерттерді ұйымдастырып көзге түсіп жүр. Талай концерт ұйымдастырып жүрсек те, жаңадан шығып жатқан жас әншілердей жауапсыз адам көрмеппіз. Қаншама адам тамашалайтын ауқымды жобаларды ұйымдастыру да оңай емес. Бәрі де ойдағыдай өту үшін дайындық мықты болуы керек. Мысалы, қазақ эстрадасының метрлері әр концертке асқан жауапкершілікпен қарайды. Олар дайындыққа әлбетте қатысады. Жауапкершіліктері өте жоғары. Өнерге үлкен жанашырлықпен қарайды, дейді актриса Назгүл Қарабалина. Бұнымен қоса, актриса қазіргі жас әншілердің сахналық образы мен адаммен қарым-қатынасына мүлдем көңілі толмайтынын да жасырмады. Садраддин деген әнші бар, жастар арасында кеңінен танымал. Сапалы әндер жаздырған, өте еңбекқор бала. Соны концертімізге шақырмақ болып хабарласқанымызда бірден келісті. Бірақ ешқандай дайындыққа келмеді. Екі концертке де қатысуға келісім бергенімен, концерт басталардан 5 минут бұрын ғана келді. Машинадан түскен бойда спорт киімімен сахнаға шықты. Ешқандай сахналық образ жоқ. Көшедегі киіммен сахнаға шыға салады. Концертті ұйымдастырып жатқан қаншама адамның уайымы Садраддин болды. Шүкір Алла бақ бердің деп ән салады, бірақ тірлігі әніне сай емес. Шүкіршіліктің астында жауапкершілік болуы керек. Әннің сөзі әншінің жүрегінен шығуы керек, дейді өнер иесі Назгүл Қарабалина. Ал Садраддин әзірге бұл мәселеге қатысты қарсы жауап берген жоқ.